Өзге де тақырыптар. Ақтөбеде биыл 700-ге жуық жаңа пәтер пайдалануға берілмек. Қалада 18 мыңнан астам адам үй кезегінде тұр. Қазақстан ипотекалық компаниясының 20 жылға жарнасы жалға беретін үйлерін алғысы келетіндер жылдан жылға артуда. Мұның барлығы Нұрлы жол бағдарламасының арқасында мүмкін болып отыр. Бұл 108 пәтерлі 9 қабатты үйдің 3 бөлмелі жаңа пәтеріне жуырда көп балалы отбасы қоныстанбақ. Олар жергілікті әкімдіктің тұрғын үй қоры кезегінде тұрғандар. Нұрлы жол бағдарламасы арқылы жалдамалы баспанаға қол жеткізбек. Үй сапасы да жіті қадағалауда. Нас контролируют изначально. Бізді әуел бастан жіті қадағалап отыр. Техникалық жағда назарда. Қазақстан ипотекалық компаниясы мамандарын жиі жіберіп, құрылыс барысының әр сатысын бақылап отыр. Барлық жұмыстарға жауапкершілікпен қарадық деп айта аламын. Батыс ықшам ауданында тағы да Қазақстан ипотекалық компаниясының тапсырысымен 6 қатарлы 8 көп қабатты үйлердің құрылысы басталған. Бұл жерде жыл соңына дейін 318 пәтердің кілті кезекте тұрған азаматтарға табысталмақ. Пәтерді жалға алу құны да қолжетімді. Қазір Ақтөбе облысы бойынша бір шаршы метр төлем ақысы айына 950 теңгеден аспайды бір шаршы метрге. Батыс шағын ауданында тұрғын үйлер санын көбейткелі отырмыз. Әлеуметтік инфрақұрылымы жоғары. Жолда дәл осы жерден өтіп жатыр. Бұл қала маңындағы жасыл қалашық болғалы тұр. Жалпы елімізде өңірлерді дамытудың 2020 бағдарламасы аясында Қазақстан ипотекалық компаниясы арқылы Бәйтерек холдингінің қолдауымен 326 мың шаршы метрден аса пәтер пайдалануға берілмек. Нұрлы жол бағдарламасы аясында ипотекалық компанияға несие түрінде қайтарымы бар 115 миллиард теңге қаржы бөлінген. Ең бастысы, қаржы экономиканың нақты секторына жұмсалып, тұрғындар көптен күткен баспанаға қол жеткізуде дейді мамандар. Нұргүл Қонақбаева, Айнадия Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбеден.